Мемлекет басшысының қабылдауында болып, холдингтің 2023 жылғы жұмысы нәтижесі туралы баяндадым. Оның ішінде кәсіпкерлікті қолдау, агроөнеркәсіп кешенді қолдау және тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндама жасадым. Холдингтің активтері 12%-ға өсті, инвестициялық және кредиттік портфелі 10%-ға өсті, таза пайдасы 408 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар мемлекет басшысына холдингтің жаңа бастамалары мен бағдарламалары туралы айтылды. Сол бағдарламаларды жүзеге асырудың есебінен біз осы жылы холдингтің экономикаға деген үлесін 2 есеге арттыруға жоспарлап отырмыз. Оның ішінде туризмді дамыту бағдарламасы, агроөнеркәсіптік кешендегі жобаларды қаржыландыру және өңдеу өнеркәсібі бойынша жаңа бағдарламалар іске қосылатын болады. Сонымен қатар холдинг халықаралық қаржы нарығында өз жұмысын жалғастырады. Мемлекет басшысы холдингтің жұмысының тиімділігін арттыру бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді.